532 сериалында баяндалған 8-ші қылмыстық іс шын өмірде Шымкент қаласында болған. Бірақ кино мен өмірдің арасында біраз айырмашылық бар. Оқиғаның анығын айтамыз, ал сіз каналға тіркеліңіз. Қанышердің есімі Төрегелді Жарамбаев. Оның алғашқы құрбаны 1990 жылы ақпанда Кеңес армиясының кіші сержанты болды. Борышын өтеп келе жатқан жауынгер Шымкент қаласынан Қызылордаға баратын пойызды күтіп тұрған. Сосын жақын маңдағы асханаға кіріп, тамақтануды ұйғарады. Сол жерде маньякты кездестірген. Екеуі танысып, таныстық үшін ішімдік ішеді. Бірнеше сағаттан соң Жарамбаев әлгі сарбазды өзімен бірге қалаға барып, тағы арақ ішуге көндірген. Теміржол станциясынан 1 шақырымдай жүрген соң Жарамбаев солдаттың басынан балғамен бір ұрған. Маньяктың келесі құрбаны 16 жастағы қыз болды. Ләззат Дүйсебаева сол кеште саябақта жігітімен жанжалдасып, үйіне қарай жалғыз беттеген. Жанжалдың куәсі болған қылмыскер қыздың соңынан ереді. Саябақтың қараңғы тұсына келгенде қызды балғамен ұрып жіберген. Кейін аяусыз пышақтаған. Мамандар қыздың денесінен пышақтың 92 ізін тапқан. Маньяк бұдан кейін де бірнеше адамды өлтірген. Полицейлердің таба алмай жүргеніне масаттанған қылмыскер енді тал түсті де қылмыс жасауға бел буады. Ол саябақта 7 жасар балаға шабуылдап, оны ағаштардың арасына апарып, зомбылық көрсетпек болған. Осы кезде маңайдан психиатриялық аурухананың медбикесі өтіп бара жатып, бұларды көріп қалған. Және ол әлгі ер адамның психиатриялық аурухана пациенті екенін бірден таныған. Абырой болғанда 7 жастағы бала аман қалды. Шымкент полициясы Төрегелді Жарамбаевтың 2 жыл ішінде қалада 33 адам өлтіргенін анықтады. Қылмыскер адамдарды өлтіргенін бірден мойындаған. Тіпті 2 мәйітті үйіне жерлеген. Тағы біреуі ауладан табылды. Жарамбаевтың қорқынышты шизофрения деген диагнозы болған. Ол кеңес әскерінің қатарында болған. Сол кезде басынан ауыр соққы алып, психикалық ауруға шалдыққан. Мәскеулік мамандар оның қылмыстарды жасаған кезде есі дұрыс болған мәлімдеді. Сот дәл осы мәліметті алға тарта отырып, Жарамбаевты ату жазасына кесті. Кинода маньяк ақыр соңында өз анасын өлтіреді, алайда шын өмірде олай емес. Қылмыскердің әке-шешесі болған және олар баласының не істеп жүргенін жақсы білген, бірақ қорыққанын полицияға хабар бере алмаған. Керісінше мәйіттерді жерлеуге көмектескен. Кейін ата-ананың екеуі де қылмысқа қатысы бар және оқиғаны хабарламағаны үшін түрмеге қамалды.